Адам жалпы енді өзінің жүрегінің дертке ұшырағандығын қалай біледі? Имам Ғазали рахмалла айтады, негізі әрбір ағзаның өзінің бір міндеті бар дейді. Өзінің бір міндеті бар. Егер сол міндетін орындай алмаса, онда ағза ауру дейді. Мысалы, Алла тағала сіздің көзіңізді не үшін берді? Көру үшін берді. Сіз көрмесеңіз, көзіңіздің алды мысалы бұлдырлап тұратын болса, демек сіздің көз деген ағзаңыз өзінің қызметін дұрыс атқара алмайды, яғни ол ауру. Құлағыңыз дұрыс ести алмаса, демек құлағыңыз ауру. Асқазаныңыз дұрыс қорыта алмаса, демек асқазаныңыз ауру. Сол секілді Алла тағала сізге жүрек берді. Жүректің негізгі міндеті ол Құдайдан қорқу, оның міндеті әсерлену. Сол жүрек әсерленген кезде көзіңізден жас шығады. Мұның барлығы жүректің міндеттері болып табылады. Егер жүрегіңіз осы нәрселерді өзінің істей алмаса, қызметтерін, өзінің негізгі міндетін атқара алмаса, онда сіздің жүрегіңіз ауруға ұшыраған жүрек. Егер мысалы уағыз естіп, әсерлі уағыз болса, уағыз естіп жылай алмасаңыз, әлгі Құран оқып әсерлене алмасаңыз, жеке қалып Құран оқыған кезде көзіңізге бір жас келмесе, бұның барлығы жалпы жүрегіңіздің ауру екендігін көрсетеді. Ондай кезде ол жүректі жалпы емдеу керек.